Құрметті оқушылар, біз сіздермен қазір геометриялық прогрессия тақырыбына есеп шығармақпыз. Геометриялық прогрессияның не екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Қандай да бір сан тізбегінде әрбір келесі мүше алдыңғы мүшеге қандай да бір санды көбейтіп отырғанда шықса, ондай тізбекті біз геометриялық прогрессия дегенбіз. Енді соған нақты бір есеп шығарып көрейік. Мысалы, геометриялық прогрессияны біз V деп белгілейтінбіз. Геометриялық прогрессия берген. Геометриялық прогрессия. Енді осы геометриялық прогрессияның бірнеше мүшесі берілген екен. Бұның мүшелері бидейді. 1, 3, 9, тағы сол сияқты кетіп жатыр дейді. Енді бізге айтады, А деген пунктті осы геометриялық прогрессияның 6-шы мүшесін табыңыз дейді. Яғни 6-шы мүше дегенді біз 6-шы мүшесі дейміз. Міне геометриялық прогрессияның 6-шы мүшесі. Енді бұны логикалық тұрғыда бүйтіп шығарып, міне мынардан тізбекті кез келген оқушы қасиетті заңдылықты көре алады. Міне бұл мынаған 3-ті көбейткенде шығып тұр. Мынары 3-ті көбейткенде шығып тұр. Одан кейінгі санды 3-ті көбейткенде шығады. Яғни сол сияқты мына жерде 6-шы орындағы санды табу керек бізге. Міне 6-шы орындағы. Енді оны былай да шығаруға болады. Дегенмен де осындай геометриялық прогрессияға арналған n мүшесінің формуласы деген ережені жазып алсақ, есімізде сақтап, жадымызда сақтап алсақ, бұл өте жақсы формула. Бұл Q деп отырғанымыз мына еселік, яғни әрбір келесі сан қандай да бір тұрақты санды көбейткенде шығып отыр ғой. Сол тұрақты санның аты Q деп атайды, оны біз еселік дейміз. Еселік, яғни еселікті өзінің алдындағы мүшеге еселікті көбейтсек, келесі мүше шығып отыр. Демек, мынаны қате жазып қойып, Q-дің n-1 дәрежесі. Яғни біз міне 6-шы мүшені табу үшін бірінші мүшеміз 1 көбейтеміз, Q-іміз 3, бізде көріп тұрғанда, яғни 3-ті көбейткен кезде шығып отыр. 3-дің n-1, n-іміз бізде 6 болғандықтан, одан 1 алсақ 5 болады. Демек, 1 көбейту 3-дің 5 дәрежесі деген сөз, ол 241. 243. 81-ді 3-ке көбейтеміз. Демек, 243 деген бізде жауап шықты. 6-шы мүшеміз. Енді келесі есебінде B деген пунктында бізге бедейді, осы 6 мүшесінің, алғашқы 6 мүшесінің қосындысын тап дейді. Яғни біз басқаша айтқан кезде мынаны табуымыз 1 қосылған 3 қосылған 9 қосылған 27 қосылған 81 қосылған 243. Міне осыны бізге тап деп тұр. Енді бұл алтақ мүше болғандықтан бұны таба салу өте оңай. Барлығын бір-біріне қосып шығып, біз шығара аламыз. Десек те, егер де бізге 6 мүшесінің емес, қандай да бір алғашқы 100 мүшесінің қосындысын тап деп жатса, немесе 25 мүшесінің қосындысын тап деп жатса, бізге ол қиын соғады. Сондықтан да геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы мынадай болады. Соны әбден жадымызға сақтап алайық. V1 1 минус Q-дің n дәрежесі, астында 1 минус Q. Міне, осындай формула. Яғни, бірінші мүшені мынаған көбейтеміз, яғни бірден азайтамыз еселіктің n дәрежесі, және немесе бұны бүйтіп те жазуға болады. V1 Q-дің n дәрежесі минус 1, Q минус 1 деп те жазылады кей жағдайда. Енді мейлі қай формуланы жазсаңыз да өзіңіз білесіз. Енді осыны есептеп көрейік. Бізде яғни 6 мүшенің қосын. Сондықтан n-нің орнына 6-ны қоямын. Енді бірінші мүшеміз бізде 1. Енді 1-ден азайтамыз 3-дің 6 дәрежесін, және 1-ден 3-ті азайтамыз. Тең болады. Бөлімімізде бізде минус 2, алымызда
мына бірді мынаның ішіне көбейтсек әйтеуір сол сан шығады. Яғни бірден азайтқалы тұрмыз 3-дің 6 дәрежесі. 3-дің 6 дәрежесі дегеніміз ол біз есептеп шығаратын болсақ, ол 729 ғой деймін, иә? Міне 3, 81, 240. Міне 81 көбейту 3 тең. Көбейту 3 тең. 729, иә. 729. Бір азайтылған 729. Міне. Бір көбейту. 729. Енді бізде мынаның ішіне терістен шығады. Минус 728 болады. Сыртындағы бірге өткен кезде бөліміз минус 2-ге. Енді шығаратын болсақ, енді 728 бөлу 2 364. Оң сан болады, себебі теріс санға теріс санды бөліп тұрмыз. Яғни алғашқы 6 мүшесінің қосындысы 364 екен. Міне осында геометриялық прогрессияның алғашқы мүшесінің не байланысты есеп.